қазақта керемет сөз бар. Арашаға көнбеген дейді, арашаға зар болады дейді. Біреу саған араша араға түсейін, төбелеспеңдерші десе, сен сол кезде тыңдамасаң, біраздан кейін саған араға түсетін адам табылмай қалады. Өмірдің бір шындығы сондай екен. Сол себептен біз жалпы осы сөз айтқан кезде, біреудің сөзін тыңдаған кезде, біз жауапкершілікті қатты сезінбесек, талай тағдырлар осындай сөздің кесірінен быт-шыт боп бұзылып кетіп жатыр. Қазір не көп сөз көп. Тау мен тасты жел бұзады, адам затты сөз бұзады дейді. Бізге жеңіл ғана айтыла салған сөз, ол біреудің тағдырын бұзып жібереді. Біз үшін жеңіл бір комментарийда отырдық та, ой оңбаған, осы сендер осындайсыңдар деп жаза салдық. Ал ана адам оқыған кезде оның давлениесі көтеріледі, қан қысымы көтеріледі, ол адам ренжиді, сөйтіп ол әйеліне бір артық сөз айтады, әйелі көңілі бұзылғаннан кейін баласына қатты сөз айтады да, геометрически былайша айтқанда сіздің бір комментарийдағы жаман сөзіңіз жүздеген адамдардың тағдырына әсер етеді. Біз ойлауымыз мүмкін, жарайды енді мен бір комментарийда бір артық сөз жазған шығармын, енді ол бір жай сөз. Жоқ, жай сөз емес. Құранда Алла тағала айтады, аузыңыздан бір у деген бір сөз шықса, ол у деген сөзді айтты деп періште жазып қояды. Ол сөз не сізді тозаққа қарай тартады, не жәннатқа қарай тартады. Міндетті түрде ол сөз сіздің тағдырыңызға әсер етеді. Өйткені сөз сіздің ішіңізде тұрғанда ол сіздің тұтқыныңыз еді. Сөз сіздің аузыңыздан шыққанда сіз енді сөздің тұтқынына айналасыз. Құранда Алла тағала әрбір жан егесі өз амалының тұтқыны деген сөз бар. Яғни сіз бір амал жасайсыз, сіздің аузыңыздан бір сөз шықты, немесе саусақтарыңызбен бір-екі комментарий жаздыңыз. Ол сіздің действия, амалыңыз, нақты жасаған амалыңыз. Сол амалыңыз міндетті түрде сізді келесі жақсы амалға алып барады, егер анау жақсы амал болса. Ал егер сіз жаман бір ашуменен бір сөзді айтып қалған болсаңыз, ол міндетті түрде сізді келесі жаман амалға алып барады. Сіз отырдыңызда, ой оңбаған дедіңіз ба? Ой оңбаған деген бір ауыз сөз айттыңыз. Ой оңбаған дедіңіз біреуді. Қатысы жоқ, теледидарда біреу сөйлеп жатыр, көріп қалдыңыз, мына оңбаған дедіңіз. Сіздің сөзіңізді періште жазып алды. Ол ертең қияметтің күнінде сізді алдыңыздан күтіп тұрады. Не үшін айттыңыз ол сөзді? Екіншіден, ол сөз сіздің атмосфераңызға, сіздің аураңызға, сіздің көңіл күйіңізге әсер етеді. Сіз өйткені іс жасадыңыз. Яғни, ой оңбаған деген сөзді айттыңыз, сол сөз сіздің көңіл күйіңізге, ауаныңызға әсер етеді да, сіз сол сәтте бір эмоцияға беріле бастайсыз. Сіздің эмоцияңыздың оты үрленеді. Сөйтеді да, сіз енді мына жерде қасыңызда отырған адамдарға бір ғибратты жақсы сөз айта алмай қаласыз. Неге? Оңбаған деген сөзден кейін Алланың уәдесі бар. Бір жаман сөз айттың ба, артынша ол жауапсыз сөздер жалғасады соған. Өйткені сол жауапсыз сөздерді айтуға есік ашылып қалды. Ал енді сіз өзіңізге қиын болса да, бір нәрсеге сүйсініп, ой бәрекелді дедіңіз мысалға. Ой бәрекелді дедіңіз. Бәрекелдінің артынан сіз боқтай алмайсыз. Неге? Бәрекелді деген жақсы сөз болғандықтан ол жақсылыққа есік ашылады. Сөйтіп сіздің келесі амалдарыңыз бен келесі сөздеріңіз міндетті түрде жақсы сөздер болып жалғасады. Себебі бір ауыз сөздің өзі сізді билеп төстейді. Сіздің тізгініңізді ұстап алып сізді сүйретеді алдыға қарай. Көбінде неге адамдар ашуға берілген кезде өзі өмірінде айтпайтын сөзді жақынына айтып қойып, сосын қаншама күндер мен айлар өкініп жүреді. Неге? Себебі өзін билеп төстейтін эмоцияға тізгін беріп қойды. Мінекей, біздің дініміз, біздің ата салтымыз, біздің бабаларымыздың тәрбиесі не нәрсеге бізді итермелейтін? Салқынқанды болуға, сабырлы болуға. Пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалам еш уақытта тарқылдап күлмеген екен. Деп тарқылдап күлмеген екен. Ішек сілесі қатып күлмеген. Неге? Қатты күлгеннің өзі адамды өзінің рельсінен, жолынан шығарып жібереді. Пайғамбарымыз күлген, тістері жарқырап, жымиып қана күлген. Қандай күлкілі жағдай болса да, ішін ұстап, аунап күлмеген. Неге? Өзін өзі ұстай алған. Қандай бір күлкілі қызық жағдай болса да, өзін өзі ұстауға тырысқан. Әйтпесе пайғамбарымыз алейхиссаламда не бір ішін ұстап күлетін жағдайлар болған, бірақ эмоцияның арты неге апарып ұрындыратынын сіз білмейсіз. Ыңғай күлкіңіз кеп тұратын, несіне жетісіп күлерін білмесе де әйтеуір күлкісі кеп тұратын бір адамға айналып қалудан қорыққан кешегі әулие бабаларымыз. Немесе бір адам қандай бір қаралы хабар жетсе де, Құдай сақтасын, жалғыз баласы қайтыс болып, жақыны өмірден өтіп кетсе де, бірінші кезекте «Я Алла» деп өзін өзі сабырға шақыратын болған.
сондай кешегі тақуа бабаларымызға бір қаралы хабар жеткен кезде, осындай жақының өмірден өтті дегенде, бір пәс үндемей Алланы еске алған. Я Алла, тозбасты ұста соқпайды, өлместі Құдай жаратпайды, Алланың тағдыры деп, одан кейін өзін өзі басып алғаннан кейін қаралы хабар алғаш жеткен кезде өзінің көркем сабырын паш етіп, содан кейін ғана ары қарай қайғыруға өзіне аз кем ерік беретін болған. Яғни шашын жұлып, киімін жыртып қайғырмаған. Сонда қарасаңыз, әулие дана бабаларымыз басына бір қуанышты қызық жағдай келсе де шектен шықпаған, қатты бір қайғыратын, уайымдайтын жағдай келсе де шектен шықпаған. Ал бізше, біздің әлсіздігіміз сонда бір Инстаграмнан, Фейсбуктан, интернеттен, WhatsApp'тан бір хабар жетіп қалса, талақайымыз шығып ашуланамыз. Шат шәлекейіміз шығып жынданып, ой, мынау неге үйтеді, мынау оңбағандар, мынаны қарашы енді деп, жаңағы өзіміз кетіп баратқан проблеманы қуалап жүріп ұстап алып, сол проблеманы өзіміздің проблемамызға айландырып аламыз. Сондықтан да мына өміріміз қиындай береді. Өмір ауырлай беретіні біз өзімізге ие бола алмай жатырмыз. Тілімізге ие бола алмай жатырмыз. Көзімізге ие бола алмай жатырмыз. Көзіне, тіліне еге бола алмаған адам, ол еш уақытта жүрегіне тыныштық сыйлай алмайды. Ал жүрегіңіз тыныш болмаса, онда сіз 5 қабат үйде тұрсаңыз да, теңіздің жағасында шалқып курортта жатсаңыз да демала алмайсыз. Неге? Жүрегіңіз демалмаған адамның ұйқысы тыныш болмайды. Ұйқысы тыныш болған адам дұрыс түс көрмейді. Дұрыс түс көрмеген адамның ісі де оңалмайды. Сонда біздің ұлы бақытымыз, ұлы тыныштығымыз қарапайым ғана тілімізден шыққан бір ауыз сөзге еге болуменен, комментарийға немесе бір постқа жазған бір ауыз сөзімізді тізгіндей алуымыздан басталады екен ғой.